олимпиада 7-8 сынып оқушыларына арналған пәнаралық байланысы бар олимпиадалардың негізі. Жаратылысын математика бағытындағы, сонымен қатар бағдарламалау, жаратылысын ғылыми бағыттағы 3 бағыт болып негізге бөлінеді. Олимпиада негізінен жасөспірімдер олимпиадасына ұқсас, бірақ та өзіндік бір ерекшелігі бар. Бұл жерде олимпиаданың әу бастан жаңағы ауызша олимпиадалардың бірі болып танылады. Бұл жерде балалар өздерінің есептерін, шығарған есептерін ауызша дәлелдей білу керек қазылар мүшесіне. Эта олимпиада выдалась очень неожиданной, и она этим мне не понравилась, потому что не часто такой формат встречи на олимпиадах. Первый тур у нас прошел по направлениям, интегрированные задачи. Мне посчастливилось порешать задачи не только по химии, по моему индивидуальному предмету, а еще и по физике и математике. Мне очень понравилось решать такие задачи, так как они связывают химию с физикой и делают задачу интереснее и куда полезнее для меня. Также второй тур мне тоже очень понравился. Устный тур помогает тебе лучше донести твою мысль до судьям, а также хорошо обсуждать твои ошибки, доводы и тому подобное. Практика тоже выдалась неожиданной. Если первая задача — это обычные пробирки, которые встречаются на любых олимпиадах, то вторая задача — нам дали многие приборы, медную проволоку, духи. Это все выдалось очень полезным опытом, и думаю, в будущем я тоже подумаю над тем, чтобы поучаствовать на олимпиадах подобных таким. Мен информатика пәнін тапсырдым. Менің ойынша олимпиада күшті өтті. Әсіресе бірінші тур. Себебі бірінші турда біз есептер шығардық. Мен C++ тілінде шығарғам. Туындаған қиындықтарым бойынша ол екінші тур. Себебі екінші тур ол теория бойынша болды. Ал теория жағынан мен жаманмын. Бүкіл олимпиада негізі күшті өтті. Келесі жылдары Қаныш Сәтпаев атындағы олимпиадаға қатыса алмаймын деп ойлаймын.